Ерекше ағаштар. Ауыл шетінде ескілеу, ағаш дуалды, төбесі қоңыр үй бар еді. Сол үйде Ержан ақсақал жалғыз тұратын. Жасы 70-ке таяп қалғанымен, түрі сергек, көзі тірі. Бірақ неге екені белгісіз, ол кісімен ешкім терең араласпайтын. Үнемі өз шаруасымен жүрген, тып-тыныш адам еді. Оның жалғыз серігі үйінің жанындағы өсіп тұрған сансыз ағаштар болатын. Кәдуілгі, жеміссіз, бірақ өте ерекше, әр түрлі пішіндегі ағаштар. Бұл ауыл адамдар үшін жұмбақ еді. Ағаштардың не үшін отырғызылғаны, олардың ерекше күтіммен бапталып жатқаны да беймәлім тұғын. Кейбір балалар ол жерден қорқатын. Кейбір ересектер шалдың өзінде бір тылсым бар дейтін. Бір күні ауылға қала жақтан жас мұғалім келді. Аты Данияр. Ол ауыл мектебіне жұмысқа орналасып, шағын ғана жалдамалы үйге жайғасты. Күнде мектепке бара жатқанда Ержан ақсақалдың үйінің жанынан өтетін. Бақша ішіндегі ағаштар алғашында оған қызық болып көрінді. Бірнеше рет сыртынан қарап, кіріп көрмекте болды. Бірақ батылы жетпей жүрді. Бір кеште жұмыстан қайтып келе жатып, қақпа алдында тұрған ақсақалды көрді де, сәлемдескен соң сөзге тартты. Ата, кешіріңіз, бір нәрсе сұрасам бола ма? Айта бер балам, деді шал күрімсіреп. Мына ағаштар не үшін отырғызылған? Жемісі де жоқ, көбі ала-құла. Не үшін күтіп жатырсыз? Ақсақал сәл ғана жымиып, уақытың бар ма? Үйге кіріп, шай ішіп, әңгімелесіп алайық деді. Данияр келісіп үйге кірді. Жайланған соң шал асықпай сөз бастады. Балам, әр адам өз ішінде бір орман алып жүреді. Ол орманда өкініш, үміт, қателік, кешірім деген ағаштар өседі. Бірақ көп адам оны көрмейді, күтпейді. Мен бұл ағаштарды соның символы ретінде отырғыздым. Мына бір қисық ағашты көрдің бе? Бұл менің жас кезімде досыма қатты сөз айтып қойған күнімнің ізі. Ал анау бұтағы сынғанын, ұлыммен арада болған ауыр әңгімеден кейін отырғызылған. Ал жеміс ағаштарды неге екпедіңіз? Өмірде әр іс жеміс бермейді. Кейбір жай ғана із қалдырады. Бұл менің іздерім. Оларды ұмытпау үшін емес, түсіну үшін отырғыздым. Әр ағаш менің сабағым, тәубем, тәжірибем. Данияр терең ойға батты. Шал күрегін алып, оған ұстатты. Қаласаң, өзіңде бір ағаш отырғыз, бірақ оны жүрегіңмен істе. Сонда ол жай ағаш болмайды. Сенің де ішкі әлеміңді көрсететін дана нышанға айналады. Сол түні Данияр ұзақ ойланды. Таң ата алғаш рет жер қазып көшет отырғызды. Бұл оның өткенді кешіру мен болашақты қабылдау ниеті болатын. Адамның ішкі әлемі көрінбейтін бақ тәрізді. Егер оны күтіп баптамасаң, арам шөп басып кетеді. Әр шешім, әр сезім санаңда із қалдырады. Оны мойындау, түсіну және сол іздермен жұмыс істеу адамның шынайы өсу жолы. Бір қора ағаш адамның ішкі әлемін бейнелейтін терең символ. Жемісі болмаса да мағынасы бар.